N'Golo Канте әлемдегі ең скромный, ең қарапайым және ең ұялшақ футболисттердің бірі. Өзі проф футболист бола тұра, әлемдегі ең мықты футбол лигаларында ойнай тұра, 20 жасында туған күнге шақырылып, сол туған күнге кіріп, коробка шоколадпен келген ғой. Еще туған күн иесінен кешірім сұраған ғой. Кешірші, мен саған не алып келерімді білмедім. Себебі мен өмірімде бірінші рет мұндай іс-шараға шақырылып тұрмын деген ғой. Және де соның қасындағы командаластары, басқа футболисттер ламборгинимен, басқа да машиналармен, спорткарлармен келген кезде бұл машинасы жоқ скейтбордпен басына каска киіп алып келген ғой. Челси клубында ең үлкен жалақы ала тұра, 15 миллион евро жылына ала тұра, автокөлігі Мини Купер болған. Бұлай қарапайым болуына өзінің себебі бар. 5-6 жасында мусордан пластик жинап өткізіп выживать еткен. 1998 жылы Францияда әлем чемпионаты кезінде Stade de France деген стадионның болельшіктерінен қалған мусорларды жинап жүрген N'Golo Канте алғаш рет сол стадионға ғашық болып футболға қатыса бастайды. Сөйтіп әлемдегі ең үздік полузащитник және әлем чемпионы болып сол Мини Купермен жүре береді ғой, машинасымен. N'Golo Канте айлығының тең жартысын қайырымдылық қорына беріп көмектеседі екен. Жалпы бұл видеода алатын мораль, адам болып қалудың жақсы факторы ол қарапайымдылық. Достар, менің парақшама тіркеліңіздер, әлі мұнда қызық видеолар өте көп болады.